Біздің Эверест жобамыздың металл конструкцияға қатысты этапымыз өзінің аяғына жақындап қалды. Ертең алдағы уақытта ешкімнің сөзіне ермей 120-ға 80 профильмен полный істеліп шықты. Ал мына жақ бізде тек крышамен жабылатын болады. Біз неге дәл осы ақпаратты қазір бөлісіп жатырмық? Себебі Нұрекенов жаңағыдегі айтып өткен несиомный опалубкамызды біз қазір астынан қарап тұрмыз. Күннің ыстығына байланысты бетон өзіндегі ылғалдылықты жоғалтпау керек. бұл жер бізде второй свет. Жобадан жақсылап қарайтын болсаңыздар, патология ең биік холдың үсті осы жер болады бізде. Телевизордан көрсетіп жатқан, рекламадан көрсетіп жатқан ешбір су жетпейді мына судың дәміне. Бұл жерде несиомный опалубка бізде профнасиль, толщина 0,7. Өйткені біз көш жүре түзеледі, мүмкін бір-бірімізді тәрбиелейтін шығармыз. Біз сіздерге құрылыс жайлы ақыл үйрету үшін түсіріп жатқан жоқпыз. Біздің Эверест жобамыздың металл конструкцияға қатысты этапымыз өзінің аяғына жақындап қалды. Раке, жалпы жұмыс жайлы кішкене ақпарат толықтырып жіберсеңіз. Өткенде айттық біз 4 стойкамызды қойдық деп, барлығын қойып біттік. Мына жақта да біздің стойкілер 120-ға 80 профильмен полный істеліп шықты. Қарасаңыздар. Одан кейінгі мынау ригель болып тұрған профильдердің барлығы бізде 18-ге 14 толщина 5-тікпен кетті. Полный, яғни нагрузканың бәрін осы стойкамен мыналар көтеретін болады. Так, бұл жерде стойкалар полный сварка жасалып біткеннен кейін біз грунтовка жағып шықтық. Ең соңында жұмыстар біткеннен кейін чистовой красканы беретін боламыз. Грунтовка ол металдың жаңағы тот басуын алдын алу үшін істелетін жұмысынан бәрін полный шлифовка жасалды. Болгарканың басына өзі темір щеткасы болады специально. Сонымен істеліп. Мына жақ не үшін істелмей қалды десе, бұл кезде бізде мынау монолитный участоктың опалубкасы жоқ еді бұл жерде. Монолитный участокты құйып біткеннен кейін жалғастырамыз деп бұл жақты специально қалдырып қойдық. Ол кезде астынан біз леса құрып бұған жету мүмкіншілігі болмады. Так, бізде обшивканың астында қалып кететін металдың барлығының өзін обработка жасап шықтық. Толық. И мынау несиомный опалубка жайлы. Так, бұл жерде несиомный опалубка бізде профнасиль, толщина 0,7 мм. Бұны біз дәл осы күйі бетон құйғаннан кейін қалып кететін болады. Бетін көрсеңіздер, сол монолитный участокке расчет бойынша 12-лік арматураны шагын 20 сантиметрден полный тастап шықтық. Мыналар біздің карандаштар. Бұлар өзімізге керекті защитный слойды алу үшін істелген дүние. Сваркамен специально ойнап кетпесін деп полный істеліп шықты. Бұның астында қазір астынан да көрсететін болады видеода. Мынау квадратный трубаның екі жанында бізде как ригель есебінде профиль кеткен, және де мынау ортадан тағы бір линия кетті. Что мынаның ортасы изгиб бермеу үшін, иіліп кетпеу үшін. Және мына жерде қарап тұрсаңыздар, плита бар, и плитаның авиасканың сейсмопоястың арматурасы тоқылған, соған бір-біріне связка қылып істеп кеттік. Мынау получается целый бір бетон құйылатын болады барлығына. Бір-біріне яғни байланыс болып. Бәрі бір дене ретінде жұмыс жасайды. Оның үстіне біздегі основной нагрузканы көтеріп тұрған екі жақтан шыққан духтавыркымыз мынау ортада колонналарға привязка жасалынды. И мынау ортадағы монолитный зона участоктың барлығы осы бірге құйылу мақсатында қазір жұмыстың барлық процесін біткенін күтіп, осының барлығын бір күнде құйып жатырмыз қазір біз. Яғни процесстердің барлығын асықпай қарап шықсаңыздар болады қазір. Мына жерде бізде плитаның арасында және монолитный участоктер бар, оларға как положено каркасный арматуралар тоқылды. Одан кейін мынау сейсмопоястың арматуралары, оларды көрсек болады. Бұған біз 12-лік арматура тастап шықтық, және де шестеркасымен хомут байлап шықтық. Өткендегі усилениеміз ғой, айтып атқан бізде дутаврға шығарғанбыз, арматураға ригельге дополнительный кетті, и мынаған плюс тағы да связка болу үшін біз қосымша балдардың арасында солдатик деп өзіміз ойнап айтамыз, соларды арматурамен біз барып етіп кеттік. Сварка жасап. Мына жер неге ашық тұр, бұл жерде неге перекрытие жоқ деген сұрақ болып жатса, бұл жер бізде второй свет. Жобадан жақсылап қарайтын болсаңыздар, патология ең биік холдың үсті осы жер болады бізде. Әрі қисық болады. G формамыздың основной үстіндегі жабыны осы бағыттан жүреді бізде. Алдағы уақытта біздің үйдің ең әдемі, ең көрікті жерінің бірі болмақ бұл. Мына жерде бір назар аударып кететін нәрсені айтып кетейік. Біз алдыңғы видеоларда айтқанбыз, егер күн ыстығы уақытында бетон құятын болсақ, біз бетонның үстін пленкамен жабуымыз керек, что өзінің денесіндегі влаганы сақтау үшін деп. Мынау бізде цокольный этажға түсетін лестницамызды біз күйіп біттік. Сол жерде біз специально пленкамен жауып қойдық, что бетонның өзіндегі влаганы, ылғалдылықты сақтау үшін. Қазір мына жерде бетон құйып біткеннен кейін ол жерде жауатын боламыз. Монолитный участок обязательно жауылады, мына жақтағы территориялардың барлығын. Яғни қазір күннің ыстығына байланысты бетон өзіндегі
ылғалдылықты жоғалтпау керек. Сол кезде ол маркасын жақсы жинайтын болады. Осындай жаздың күні қатты күннің ыстығында Қазақстандағы күнге ең жақын орналасқан Шымкент қаласында қазір осындай құрылыстың басында жүріп, кәдімгі колонканың суын ішетін болсаң, әлемдегі ең таза бұлақтың суын ішкен сияқты эффект береді. Қараңыздаршы, бисмиллах деп тұрып ішкен кезде, мынау күннің ыстығы, жасалып жатқан жұмыстың барлығының шаршауын басатын су болып көрінеді осы. Телевизордан көрсетіп жатқан, рекламадан көрсетіп жатқан ешбір су жетпейді мына судың дәміне. Бисмиллах. Нұрекеннің жаңағыдай айтып өткен нешеуінің апалықтымыз біз қазір астынан қарап тұрмыз. Мына жерде біз басында дутаврдан бастап айтайық. Біз екі алдыңғы видеоларда көрсеңіздер, мына екі дутаврды шығарғанбыз. Ол дутаврдың осы мақсаты осы болады. Мына 18-ге, 180-ге 140-лық профильдер осы 20-лық дутаврдың ішіне барып кіріп, и жаңағыдегі сварка жұмыстары жүрді. Бұл мына жердегі үстінен түсетін нагрузканы, яғни жан-жаққа тарату үшін істелген дүние. Тек қана мынаған емес, мына екі дутаврға да түсетін нагрузка. Одан кейін мына жақты қарап тұрсаңыздар, ар жаққа да біз бері қарай байланыс бергенбіз профильмен. Ол да бізде 180-ге 140 профиль кеткен. Оның да нагрузкасы арғы шеттегі стойкілерге түсетін болады. Рәке, мына төбесі ашық тұр ғой бізде қазір. Жаңа үстінде жүрген кезде бұл ақпаратпен бөліспедік, қателеспесем. Иә. Не үшін бұл жерде монолитный участок жоқ, не үшін дополнительный конструкция жоқ, бұл жер не үшін ашық тұр. Алдағы уақытта себебі бұның барлығы үсті жаңағыдай жабын болады, себебі астында бізде терраса. Иә. Бұл жер бізде мынау балконның территориясы болған үшін бұл жер былайша айтқан кезде бізде қолданылатын аймақ болады. Бұл жерде біз монолитный участок құйып кетіп жатырмыз. Қазір бетон құямыз уже. Ал мына жақ бізде тек крышамен жабылатын болады. Яғни үстіне ертең мына жерге қосымша өзіміздің жаңағы балкаларымызды тастаймыз, сонымен уклонын арғы шетке беріп, яғни профнастилмен немесе черепицамен жабатын боламыз. Сол үшін бұл жерде ашық қылып қалдырып кеттік. Егер естеріңізде болса, біз айтқанбыз, біздің үй 3 бөліктен тұрады, 3 блоктан тұрады. Ортаңғы блок екінші қабаты болатын болса, бірінші блогымыз біздегі сол жақ беттегі тұрған блогымыз ол бір қабатпен тоқтайды. Сол қабаттың жабыны осы террасаның үстіне қарай жалғасын табады. Алдағы уақытта толық детально көрсететін боламыз оның барлығын. Сосын тағы бір мәселе, мына жерде қарасаңыздар, террасамыздың асты кәдімгі бір үлкен бөлме болып тұр. Біздің кейбір жағдайларда, кейбір заказчиктер бізде осындай үлкен бөлме қалып кетіп жатыр. Мысалға мынандай үйдің бір бөлігі болуы да мүмкін бұл. Неге осыны цокольға қолданып кетпеске деп, бұның бетіне қосымша шығын, яғни монолитный перекрытие жасап жатады. Одан кейін уже құйылып қойған осындай ленточный фундаментті кесіп жатады сырт жақтан есік қалдырайық деп. Оның барлығы қосымша шығын, біріншіден, екіншіден жобадан ауытқу болады. Бұның барлығын эмоцияға берілмей, құрылыстың кезінде неге осын пайдаланбасқа, неге мынаны істеп кетпеске деген сияқты қылмай, барлығын жоба кезінде ақылдасып, нүктесін қойып алу керек. Бізде қазақта ақыл тегін. Анау келеді ақыл айтады, мынау келеді ақыл айтады. Сол себепті әркімнің ақылына ермеу үшін оның барлығын архитекторлармен, жобалаушылармен, проектировщиктермен бірге ақылдасып нүктесін қойып, ертең алдағы уақытта ешкімнің сөзіне ермей, құрылысты ауытқымай, өзіңіз ұнатқан, өзіңіз нүктесін қойған, өзіңіз бекіткен жоба бойынша құрылысты аяқтау үшін оның барлығы басында бекітілу керек. Себебі құрылыстың кезінде бұндай нәрселер өте көп кездеседі. Мынау бөлікті қолданып кетейік. Ақыры осы жерге плита қойып жатыр, давайте үстін қолданып кетейік. Мына жердегі бізде чердактың асты бос қалып кетті, давайте мансард қылып кетейік деген сияқты. Оның барлығы ертең алдағы уақытта қосымша шығын, біріншіден, екіншіден ол қолданылмай да қалып жатады кейбір кездері. Сол себепті барлығының нүктесі жобалау кезінде қойылу керек, осыны да ескеріңіздер. Нұреген, мына жерде біз алдыңғы видеода да айтып өттік қой. Бізде негізі проект бойынша өзіңіз білесіз, 200-ге 100-лік профильдер квадратный турба берілген тұғын. Бұл бізде қазір 16-ға 12 размері. Біз ол 200-ге 100-лік профильді нарықтан тауып алмадық. Оны тапсырыс беріп алдырайын десек те, бұндай кішкентай объемға үлкен цехтар, заводтар дайындап бермейтін болғаннан кейін, біз өзіміздегі қолымыздағы бар дүниемен тапсырыс берушімен ақылдасып, осы бір квадратный турбаларды қойдық. Бұл жерде де білесіздер, алдыңғы видеода айтып өттік, мынаны бір бұзып, ол кезде арасын 19 және де 18-ге 14 профильдерді қойған болатынбыз. Қазір біз грубый көрінді. Грубый көрінді, и арасы да қатты ашылып кетті. Одан кейін біз бұны 16-та 12-ге ауыстырдық квадратный турба, және де араларын 14 сантиметрден ашып қалдырып істеп кеттік. Закладной листті басында сондай бір өзгеріс болу үшін де біз запаспен қалдырып кеткен болатынбыз, что ары-бері жылжытуға. В общем, біз неге дәл осы ақпаратты қазір бөлісіп жатырық? Себебі құрылыстың кезінде бізде бәрі идеальный деген өтірік әңгіме ол. Бізде бәрі идеальный, по проекту кетіп жатыр, ешқандай қателік жоқ. Оның барлығы өтірік әңгіме. Ол өтірік әңгіме екенін құрылыстың басында жүрген кісілердің барлығы біледі. Сол себепті сіздерге ашып, қай жерде өзгеріс болды, қай жерде талқылау болды, қай жерде біз бұздық, қай жерде қайтадан жасадық. Сол мақсатта сіздерге көрсетіп жатырмыз. Біздегі мынау терраса болады деген зонамыз
ертең отырған адамдарға дискомфорт тудыртпас үшін арасынан ертең мына жерде кішкене ауа айналым циркуляция болу мақсатында біз мына жерге жалюзи бергенбіз. Бұл жалюзилерді бағасын барынша бюджетный қылу үшін композитный панельмен шығарып кетуге болар еді. Бірақ олар антивандальный, яғни противоударный емес болғандықтан алдағы уақытта бізде қазақта Аллаға шүкір балалы көп шаңырақ болғаннан кейін ол бала ертең ойнайды, велосипед, трактормен келеді, доп тебеді деген сияқты дүние болады. Сол себепті мыналар көп ұзаққа қызмет жасамай қаупі болғаннан кейін біз бұны кәдімгі металдан жасадық. Бірінші қойған кезде ақылдаса келе, Раке, қанша болды бізде арасы? Так, бізде 19 сантиметрден болды ең бірінші. 19 сантиметрден болды бастапқыда. Кейін біз оны көзбен көре арасынан бала өтіп кету қаупі бар, ертең құлап кету қаупі бар техника безопасности бойынша. Кейін норматив бойынша негізі кез келген балабақшаны істейтін кезде балабақшадағы осындай перилалардың металдарының стойкілерінің арасы, металдың арасы 12 сантиметр болу керек деген нормативті біз осы жерде қолдандық. Қазір мыналардың арасы бізде 12 сантиметрден болды, толыққанды көңілімізден шықты. И мынау біздің 8-ге 12 метр, 8-ге 12, яғни 80-ге 120-ның пропорциясына да әдемі келді. Біздің айтқымыз келгені құрылыстың кезінде мысалға біз жүріп жатқан кезде бір үшеуін қойғаннан кейін барып көрінді, что арасы қатты алыс екенін. Бізде ол кезде тек қана прихватка бердік. Тек прихватка бердік. Кейін барып уже көңілден шықпаған соң алдырып тастадық прихваткадан, толыққанды қойдыртып болып, одан кейін барып уже толық сварка жасалынды. Жалпы құрылыстың кезінде осындай дүниелер болады. Ол құрылыстың кезінде өзгертіліп кеткен дұрыс болады. Өйткені ертең біткеннен кейін осы кезінде өзгертіліп кету керек еді деген артық әңгіме болуының уже ол кеш болады ол кезде. Сол себепті оның барлығы тапсырыс берушімен бірге ақылдасып жасалады. Біздің айтқымыз келгені осы құрылыстың кезінде өзгерістер болып тұруы ол заңдылық. Одан кейін жаңылдегі запас мәселесінде бұл жерде де қарастырдық. Егер проекттен жаңылдегіде ауытқушылықтар болатын болса, болмаса өзгерістер бір енгізілетіндей жағдай болатын болса, сіз мысалы закладной изделие болсын, болмаса басқа бір дүниелер болсын, запаспен тастап кеткендеріңіз, ол өздеріңізге алдағы уақытта өзгеріске ыңғайлы болады. Яғни солайдан запаспен қалдырып кетсеңіздер. Мына жерде мысалы қалдырған запасымыз, ол ештеңе етпейді бізде, кішкене шығын болуы мүмкін, бірақ өзімізге біз керек дүниені алдық. Алғанда ертең жаңағыдегі біздің болатын периламыздың орнына закладной болып қалып кете береді. Өте орынды. Осылардың барлығы негізі құрылыс жүргізіп жатқан, құрылыс жасаймын деген кісілер үшін ескеретін дүниелер. Жалпы бізде видеода көріп жүрсіздер, қазір бірінші рет арасында нечаянно бір рекомендацияға шығып қалып көріп жатқан кісілер де болуы мүмкін. Бізге подписаться етіп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта біз бұдан да қызықты ақпараттармен бөлісеміз. Комментарий қалдырыңыздар, сұрақ жазыңыздар. Сіздердің сіздердің тараптарыңыздан болатын кері байланыс ол біз үшін өте маңызды. Себебі мүмкін араларыңызда құрылыстың эксперттері бар шығар. Біздің жасап жатқан дүниенің альтернативный басқа нұсқалары болатын болса, оны да жазып кетіңіздер, оны да қарастырып көрейік. Өйткені біз көш жүре түзеледі, мүмкін бір-бірімізді тәрбиелейтін шығармыз. Біз сіздерге құрылыс жайлы ақыл үйрету үшін түсіріп жатқан жоқпыз. Біз өзіміздің опытымызбен, яғни болып жатқан процеспен бөлісу мақсатында түсіріп жатырмыз. Себебі бізде интернетте, яғни YouTube'да қазақша контент құрылыс бойынша ол жоқ деп айтсақ болады. Бар болса да тиіп қашып әрбір бөлікті біздің осы салада жүрген блогерлердің үйінің құрылысы деген сияқты жерлерде ғана көруге болады. Сол себепті біздің басты мақсатымыз қазақша контент, құрылыс бойынша қазақша контент әрбір осы құрылысты жүргізіп жатқан бауырларымызға кішкене болса да пайдамыз тисе деген мақсат бізде.